Баршаңызға сәлем, бұл КМФ подкаст, сіздермен Сандуғаш Сұлтан, және бүгінгі тақырыбымызды жеке кәсіпкерлікке арнамақпыз. Бүгін бізде қонақта КМФ компаниясының аймақтық директоры Ермек Еділханұлы және КМФ демеу қорының бизнес-тренері Әлия Шәріпова. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Саламатсыз ба? Олай болса, бүгінгі тақырыбымызды расымен де осы жеке кәсіпкерлік тақырыбына арнайықшы. Неліктен десек, қазір өздеріңіздер білесіздер, жалдамалы жұмысшы болғанға қарағанда өздерінің сүйікті ісімен айналысып, шағын кәсіп ашып, осы кәсіпкер болуды армандайтындар, қалайтындар өте көп. Мысалы, соңғы осы жақында аналитиктердің статистикасына көзім шалынып қалды. Қазақстанда қазір шағын және орта кәсіптің 2 миллионға жуық субъектісі бар екен. Соның 67%-ға жуығы осы жеке кәсіпкерлік дейді. Енді осы жеке кәсіпкерлікті біз үйреніп қалғанбыз ғой, ИП деп айтуға. Жалпы осы жеке кәсіпкерлікті ашудың қаншалықты қажеті бар, оны ресми тіркеудің қандай артықшылығы бар, жалпы сол туралы айтып беріңіздерші. Әрине де менің ойымша, әрбір кәсіппен айналысқан адамдарға жеке кәсіпкер ретінде тіркелу әрине қажет. Өйткені ол бизнесін дамуына жақсы болады, ары қарай да өсуіне жақсы болады. Өйткені қандай пайдасы бар? Жеке кәсіпкермен, тіркелген жеке кәсіпкерлермен үлкен компаниялар жұмыс жасайды. Өйткені қолма-қол ақшамен жұмыс істемейтін компаниялар қаржы жасамайды, оны тек қана тіркелген ИП-лермен енді жұмыс жасайды да, бизнестің дамуына ол көп көмек береді. Сондықтан тіркелу керек деп, бәріне де енді ол бизнестің келесі жобасы деген, жолдамасы деп айтуға болады. Менің ойымша, тіркелген, мысалы, сіздің бизнесіңіз тіркелген болса, мысалы, басқа да компаниялармен ғана емес, клиент жинауды оңай сияқты. Мысалы, мен тұтынушы ретінде, мысалға, бизнесін ресми жүргізіп жатқан, тіркелген жеке кәсіпкермен оның өніміне сенім жоғары. Өйткені, мысалы, сапасы көңілімнен шықпай жатса, мысалы, мен оны кез келген уақытта таба аламын, кез келген уақытта жаңағы талабымды қоя аламын деген сияқты ғой, Одан кейін менің ойымша, мысалы, жеке кәсіпкер ол тіркелгеннен кейін оның бизнесінің, мысалы, біз жұмыс істеп жатқанда біздің қазіргі тілмен айтқанда опытымыз, тәжірибеміз ресми тіркеледі, жазылады. Яғни сіздің бизнесіңізде дәл сіздің опытыңыз сияқты ол, яғни оның тәжірибесі болады ғой ресми. Дұрыс па? Менің ойымша солай сияқты. Дұрыс. Қараңыз, ары қарай бизнесіңізді дамытам десеңіз, сізге жұмыскерлер де керек болады. Жұмысқа мен жай ғана енді ағаты көкөк істегенше, одан да кәдімгідей тіркелген кәсіпкермен жұмыс істегенім артық болады. Өйткені әртүрлі енді жаңағы салығымыз төленеді, отчислениялар бәрі енді жаңа пенсионка дейміз, сол бәрі жиналады. Сондықтан жақсы мамандарда бізбен бірге жұмыс істеуге көбірек келіседі деп сонда ойлаймын. Ол жағынан енді ойлану керек, өйткені бизнес енді. Мен ойымша расымен де қызметкер табуда мысалы оңай сияқты. Өйткені мысалы сіздің бизнесіңіз тіркелмеген болса, сіз жұмыскер ретінде жұмыс сұрап барсаңыз, ол жерде зейнетақы жарналарыңыз төленбейді, сіздің жұмыс тәжірибеңіз ресми тіркелмейді. Одан гөрі сіз тіркелген жаңағы жеке кәсіпкерлігі ИП-сы бар, қазіргі тілмен айтқанда, ИП-сы тіркелген, зейнетақы жарналары төленетін, сондай жерде жұмыс істегенді көбірек қалаймыз. Яғни қызметкер табуда оңайырақ, серіктес табуда оңайырақ, өзіңіздің де зейнетақы жарналарыңыз төленеді, өзгеге де төлей аласыз. Демек артықшылықтары көп дейсіз ғой. Бірақ қазір мысалы шағын осы істі жүргізіп отырған, өзін-өзі жұмыспен қамтып отырғандар көп, бірақ ресми тіркелмеген. Ондай адамдарға неліктен сен осы кәсібіңді тіркемейсің десең, олар бірден, ой, мен сонар кезекте тұрамын, құшақ құжат жинаймын дейді мысалы. Ол шынымен де солай ма? Қазір осы жеке кәсіпкерлікті тіркеу қаншалықты қиын немесе оңай? Оңай деуге болады, өйткені бұрынғыдай барып осы жерде тұрып көп құжат жинаудың қажеті жоқ. Оны қазір бұрынғыдай салық департаментіне баруға болады, немесе ЕГОВтан тіркелуге болады, немесе e-лиценз деген сайтынан тіркелуге болады. Тіркелген күні заявка бергеннен бастап кәсіпкер ретінде жұмыс істей бастауға болады. Ол көп болса 1-2 күнде шешілетін енді мәселе. Тіркелдіңіз деп хабарлама келеді. Содан кейін сіз енді
жеке кәсіпкер ретінде жұмыс жасайсыз. Ары қарай көбі қорқады, енді расчетный счет ашу керек, оны сосын банкқа бару керек, мен не істемесін білмеймін, оның уақытым жоқ, мен тастап кететін бизнесім, енді тастап кететін адамы жоқ, сенетін адам жоқ. Ешқайда баратын қазір не жоқ. Счетты да ашуға қазір міне мобильдік приложениеда, банктің әрбірінде мобильный приложение бар, сол арқылы счетты да ашуға болады. Бүкіл платеждарды да, налогтың, салығын төлемдерді да бәрін приложениедан төлеп, ешқайда бармайдың, енді бір жерге барудың қажеті жоқ. Сондықтан бәрі де қазір оңай, ешқайда енді бүкіл жолдары жасалған. Тек қана заявка беріңіз, тек қана құжаттарыңды сол электрондық түрде ғана тіркейсі де болды. Онда біздің тыңдармандарымызға 1-2-3 нақты айтып берейікші. Біріншіден, біз бұрынғыдай халыққа қызмет көрсету орталығына барамыз, бір ғана құжат қажет, ол бізде жеке куәлік. Солайша болады. Екіншіден, өз бетіңізден жаңағы электронды лицензиялау порталы ғой. Сол жерге кіресіз, сол жерде тіркелесіз, мәліметтеріңізді толықтырасыз. Бір күннің ішінде сізге, яғни сіз салық органына хабарлайсыз, жеке кәсіпкерлікті бастағаныңыз туралы, тіркелгеніңіз туралы, немесе қазір қаржы ұйымдарының мобильдік қосымшасынан тіркеле саласыз. Осындай 3 жолы бар. Ешқандай қиындығы жоқ. Білуімше, естуімше, бір жұмыс күнінің ішінде сіздің жеке кәсіпкерлігіңіз тіркеледі. Солай ғой. Тамаша. Тағы бір осы көп еститін сұрақ, мысалы, мен қазір жеке кәсіпкерлігімді ашсам, ИП болсам, мен бухгалтерлік есепті жүргізуім керек деп атады. Осы қаншалықты қажет немесе қажет емес? Бухгалтерлік учетты енді жүргізбейтін да режимдер бар. Ол патентпен жұмыс істейтін розничный налог деген режимдар бар, салық режимдары, сонда таңдап алу керек. Патентпен жұмыс істеген, бәріміз көбіміз соны естиміз, патентпен істейтін кәсіпкерлер, ол тек қана өзі ғана жұмыскерлер жоқ, бизнестің кейбір түрлері ғана жатады. Жаңағы енді, бірақ упрощенка деген бар, жаңағы тағы да розничный налог, мобильдік приложениемен істейтін режим да бар. Ол енді біздің курьерлер бар ғой, оларды өзден тіркеп ИП ретінде жұмыс жасай беруге болады. Бірақ қараңыз, бухгалтерлік учетты жүргізбесек та, бірақ бәрібір салықты төлеу керек. Салықты жаңағы отчислениялар бәрін төлеп отыруға ресми түрде төлейсіз. Бірақ тек қана бухгалтер енді болатын, енді бухгалтерский учет болмаса да болады. Түрлері де бар. Жаңа салық деп қалдыңыз ғой, расымен де осы жеке кәсіпкерлік туралы, осы ИП деп айтқасаңыз, елдің бәрін қорқатын бір салық деген ұғым бар. Жалпы мысалы жеке кәсіпкер ретінде тіркелген болса адам, ол қандай сонда міндетті түрде салықтарды төлеу керек? Оны режимге қарай төлейді, әртүрлі салық енді түрлері бар, бірақ одан қорқатын ешқандай несі жоқ деп ойлаймын. Жолдар өйткені күнделікті қорқып отырғанша, мені келіп қазір тексеріс келіп маған штраф салғанша жолдарын біліп, өз енді еңбегіне қарай төлеуге болады. Ол ешқандай қиын емес, көп емес, бірақ пайдасы жаңа біз өзіміз айттық. Жаңа кәсіпкердің өзі жаңа пенсионный отчислениясы жиналады. Жұмыскерлерінде жиналып, әрқашанда мемлекетіне жақсы жұмыс істедім деп мақтануға болады. Иә, расымен де ол солай. Және тағы бір жиі еститініміз осы үйреншікті тілмен айтайықшы, НДС дейді ғой, қосылған құн салығы 12%. Осының қаншалықты осы ИП-ларға, яғни жеке кәсіпкерлікке қатысы бар, қай кезде төленеді? Енді ғана тіркелген ИП-ларға ешқандай қорқынышы жоқ деп ойлаймын. Өйткені НДС-ті кәдімгі бір порог дейді ғой, 20 000 МРП-дан оборотыңыз өсіп кетсе, сонда ғана төлейсіз. Былай ғана кішігірім бизнес жасап жатқан адамдарға ешқандай НДС-тің қорқуы қажет емес. Иә, сіз мысалы кәсібіңізді бүгін аштыңыз, ертең барып әрбір тапқан табысыңыздан 12% салық төлейсіз деген жоқ. Иә, өйткені ондай сұрақтарды мысалы көбінесе осы әлеуметтік желіде болсын, бұқаралық ақпарат құралдарында болсын, мысалы көптеген хаттар, пікірлер айтылып жатады. Сондықтан айта кетейік, тағы бір мәрте, бұл 12%-ық қосылған құн салығы тек қана жаңағы табыс көлемі қанша дедіңіз? 20 000 МРП-дан асқанда ғана төленетін, яғни салық түрі болып саналады.
Рахмет. Тағы да мынандай бір сұрақ. Біздің елімізде мысалы ауыл шаруашылығымен айналысатын осы шағын кәсіпкерліктің арасында осы ауыл шаруашылығы, оның ішінде жаңағы мал шаруашылығымен, егіншілікпен, осы агромен айналысатын мысалы біздің отандастарымыз өте көп. Ал біздің елімізде естуімше осындай ауыл шаруашылығымен айналысатын, осы ауыл шаруашылық саласында кәсібі бар, шағын істі жүргізіп отырған адамдарға арнайы салық режимі бар екен. Ол қандай да бір жеңілдік бере ма, ол қандай? Иә, әрине бір жеңілдіктер береді. Өйткені біріншіден кім онымен кім оған тіркеле алады, ол тек қана Қазақстан Республикасының адамдары. Басқа жақтан келген енді шетел мемлекетінен келген адамдар ол салық режиммен жұмыс істей алмайды. Жеңілдіктер болған кезде бір налог қана төлейді, қалған көп салықтардан жаңа жеңілдік болады. Оның да бірнеше түрі бар. Сондықтан әрине де ол режимді жаңа ауыл шаруашылықпен ауыл шаруашылықпен айналысатын біздің кәсіпкерлер әне де сол режимді таңдауға болады, сонымен жұмыс істеуге болады. Тек қана жаңағы обороттан налогты төлейді, қалған налогтар көбінен жеңілдіктер болуы мүмкін. Енді Ермек мырза, біз Әлия ханым екеуміз жаңағы жеке кәсіпкерлік туралы сөз қозғап отырмыз ғой. Жаңағы осы ауыл шаруашылық саласында жұмыс істейтін, осы шағын кәсіппен айналысатын кәсіпкерлерімізге жеңілдіктер бар деп отыр. Білуімше, КМФ компаниясында да осындай жаңағы ауыл шаруашылығы, яғни агробизнесті қолға алып отырғандарға да сізде көрсетілетін жеңілдік, өзіндік көмектері бар. Мысалы, кез келген кәсіпті ашқаннан кейін тағы бір көтерілетін мәселе міндетті түрде ол қаржы мәселесі. КМФ компаниясы жалпы осындай кәсіпкерлерге қандай мүмкіндіктер беріп отыр? Иә, ол кезде қазіргі таңда сол КМФ компаниясы ауыл шаруашылығына көмектесуге өз үлесін жақсы қосып жатыр деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда біз ауыл шаруашылығымен айналысатын диқандарға және ауыл шаруашылығын жүргізіп отырған мал шаруашылығымен айналысып отқан диқандарымызға өте үлкен көмек бере аламыз. Біздің көмегіміздің себебі олар жаңағы несие алған кезде өздеріне керекті уақытқа жеңілдіктер ала алады. Мысалға, несиені алғаннан кейін қай кезеңдерде оларда науқан уақытысы басталады, сол уақытқа жеңілдік қарастырылып, былай айтқанда сол айдың пайызын ғана төлеуге рұқсат алады. Былай айтқанда жаңағы бастапқы соманы емес, жаңағы сол айдың пайызын ғана төлеуге сондай жеңілдік қарастырылған бізде. Сонда кешіріңіз, сонда ауыл шаруашылығында мысалы адам мал шаруашылығымен айналысатын болса, төлдеген кезде малдары, яғни қолына жаңағы әрине төлдеп жатқан кезде, егін шаруашылығы кезінде, қазір міне өздеріңіз көріп отырсыздар, күз айы біздің диқандарымыз қазір сол диқаншылықпен айналысып, қазір оларға жеңілдіктер берілген. Енді олар астықты диқандар орып алғаннан кейін уже жаңағы астықты сатып, қолға ақша түскеннен кейін КМФ-ке келіп өздерінің жаңағы несиелерін ары қаратай жалғастырып төлеуге мүмкіндіктер бар. Керемет мүмкіндік. Менің ойымша кез келген қаржы ұйымда бұндай жоқ. Иә, әрине. Бізде енді өзіңіз білесіз, біздің бөлімшелер ауыл жерде орналасқаннан кейін, шоғырланғаннан кейін, біздің бастапқы мақсатымыз ол ауыл шаруашылығын арттыру, бизнес болсын, саласын болсын арттыру, жалпы Қазақстан халқының экономикалық жағдайын, экономикалық дәрежесін көтеру. Біз сол өзіміздің компания атсалысып жатыр деп ойлаймын. Жақсы атсалысып жатырмыз. Енді КМФ-тің жаңағы өнімдерінің бірі, ең жақсы өнімдерінің бірі ол КМФ достар. Сол КМФ достарға тоқталып айтып кетсем, КМФ достардың артықшылығы басқа өнімдерге қарағанда ол жерде топқа кірген әр топ мүшесі кепілсіз 7 миллион теңгеге дейін несие ала алады КМФ-тан. Және де топтың мүшелері 2 адамнан бастап 10 адамға дейін болады. Мысалы келтіріп айтатын болсақ, 2 адам болатын болса, топта максималды 5 миллион теңгеге дейін ақша қаржылай ала алады КМФ-тан. Егер топта 2 адамнан жоғары болатын болса, мысалы 3 адамнан жоғары болатын болса, онда максималды түрде 7 миллион теңгеге дейін қаржылай көмек ала алады. Топтағы, яғни топтағы әр адамға берілетін сума ғой, бұл жалпы емес. Иә, мысалға топта оның тағы да бір артық ерекшелігі, Сандуғаш, бұл жерде айтып өту керек, әр топта жаңағы кірген мүшесі, топқа кірген мүше, ол кісілер әр алуан түрде жаңағы табыс көзін табу, мысалға сізде бизнес болса, мен агромен айналысатын болсам, үшінші кісі мысалға жаңағы
жалдамалы көрсетсе, түрде мысалы. жалдамалы түрде жұмыс жасап жүрген кісілер болатын болса, үшеуміз қосылып өзіміздің жаңағы қаржылық өзіміздің былай айтқанда деңгейімізге байланысты максималды түрде ұсыныс бере аламыз КМФ-қа. Ұсыныс береміз да максималды түрде әркім өзінің жаңағы КМФ-тің жаңағы несиесін алғаннан кейін оны төлеу қабілетіне байланысты біздің өзіміздің кредитный комитетіміз бар. Сол жерден шешім шығарылады және сол шешім арқылы әр тұтынушы өзінің жаңағы керекті қаржысын алады. Біз және де оны жаңа беретін кезде әрине басқа жаңағы банк өкілдерінің жаңағы төлеу қабілеттерін тағы да есепке аламыз беретін кезде. Былай айтқанда жаңа шығындарын жаңа кірістерін бәрін санау арқылы сөйтіп несие береміз. Топтағы топ мүшелерінің саны қаншалықты жоғары болса, сомада соншалықты жоғары. Әрине топ мүшелері егер 10 адамға дейін болатын болса, ол жерде мүмкіншілігі жоғары. Сол мүмкіншілігі жоғары, жаңа 7 миллион теңгеге дейін былай айтқанда несиеге өтінім бере алады. Одан кейін жаңа кепілсіз де қалдыңыз. Кепілге сонда не қойылады? Кепілге топ мүшелерінің бір-бірлеріне жауапкершілігі болады. Керемет, расымен де ерекше, өйткені ешбір жерде мұндай естімеппін. Мысалға, кепілдікке бір-бірінің алдындағы жауапкершілікті қойып қаржы алу. Осылайша кәсібіңді дамыту деген менің ойымша ол таптырмас мүмкіндік кәсіпкерлер үшін. Расымен де өзіңіз айтып өткендей ерекше. Ерекше өнім ол жерде жаңағы тек қана бір-біріне жауапкершілік емес, және де бұл жерде айтып кететіні әртүрлі өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады. Топтың мүшесі болғаннан кейін, әр адам өзіне жауапкершілік алғаннан кейін, өзіңді де ойлайсың, қасыңдағы топ мүшесін де ойлайсың. Және де өмір болғаннан кейін бір кедеңсіз бір жағдай болып қалса, топ мүшелері жаңағы қаржыны толықтай көмектесуге, жаңа айлық төлемін төлеуге көмектесе алады. Бір-біріне қол ұшын бере алады, былай айтқанда. Және де ол бір-бірлеріне сенімді арттыру арқылы өздерінің бизнестерін дамыта алады. Былай айтқанда біздің клиенттеріміздің барлық клиенттеріміздің бір-біріне сенімдерін арттыру және де несиені берген кезде олардың жаңағы дұрыс жолға жұмсалуын олар өздері де бақылай алады, топ мүшелері. Жаңағы достар несиесін неше уақытқа, қанша айға бересіздер? Ол жерде 3 айдан бастап максималды түрде қазір 60 айға дейін беріледі. 5 жылға дейін. Өте жақсы. Енді егер оборотқа алатын болса, оборот деген айналымға алатын болса, 36 айға беріледі. Осы КМФ компаниясында мысалы сіздердің клиенттеріңіздің басым бөлігі мысалы агрода, бизнесте, яғни кәсіппен шағын кәсіпті жүргізіп отырғандар, тұтынушылықтың үлесі айтарлықтай аз. Енді осы кәсіпкерлер туралы айтайықшы. Мысалы кәсіпкерлер үшін уақыт деген өте құнды. Ал мысалы басқа қаржы ұйымдарынан мысалы кәсіпті жүргізу үшін ақша алатын болса, олардың жаңағы кәсіптерін бағалау деген бар, оценка деген бар мысалға. Сіздерде ол қалай жүзеге асады, осы бағалау жүйесі? Одан кейін ол ақылы ма, ақысыз ба? Әрине, жаңа айтып өткендей, бізде КМФ компаниясында көп жағдайда біз өзіміздің тұтынушылардан ешқандай артық бағалау кезінде болсын, және де несие берген кезде болсын, ешқандай комиссия ұсталмайды бізде. Ол біздің артықшылығымыз деп есептеймін, өйткені қазіргі таңда көп басқа финансовый организацияларда, органдарда, ол жерлерде жаңағы ақылы түрде жүреді. Бағалау ақылы түрде жүреді. Біздің ерекшелігіміз, біздің жаңағы несие сарапшымыз бар. Әр несие сарапшысының өзінің жаңағы клиенттері бар. Сол клиенттермен бірге жұмыс жасайды. Мысалға, сіз менің клиентім болсаңыз, мен сізге барып, сізге барлық жаңағы сізге керекті мағлұматтарды беріп, және де сіздің жаңағы кепілге қойын деп отырған жаңағы мүлкіңізді тегін түрде бағалап, және де оған ешқандай комиссия ештеңе ұсталмайды, тегін жүреді. Демек, бұл да уақытты керемет үнемдеу. Өйткені мысалы өзімізде білеміз ғой, қаржы ұйымдарында қалай мысалы көптеген құжат дайындайсыз, одан кейін сіз оны дәлелдейсіз, оны бағалауға өткізесіз, оны неше күн күтесіз, одан кейін банк өткізесіз. Ол қаржы ұйымдарында жаңағы сомасы жете ма, жеткіліксіз ба, оның барлығы кәсіпкерлер үшін уақыт. Ал кәсіпкерлер үшін уақыт деген өте құнды. Сондықтан демек сіз менеджерлар, қазіргі тілмен айтқанда, менеджерлар өз аяқтарымен барады, өздері
бағалауды жасайды. Барлығын Мысалша уақытын клиенттерге айтып түсіндіреміз. Клиенттер жұмыс орнынан кетпей, жаңа біздің несие сарапшымыз барып, бағалап, бизнесін көріп, толықтай түрде жалпы сол жерде тұрып, егер жаңағыдай шыққан жаңағы былай айтқанда шешімін айтып кете алады. Сол кезде тұрып уақытын жоғалтпайды. Біздің клиенттеріміз уақыт жағынан да үнем, былай айтқанда жол жағынан болсын, қазір өздеріңіз білесіздер, қалалық жерлерде әсіресе кептеліс өте көп. Кептеліс болсын, таңертең өзінің бизнесін ашқан клиент, ол былай айтқанда артық уақыты жоқ. Қазір әр уақыты оның ақша. Сол үшін біздің ең басты қағидамыз ол біздің клиенттеріміздің уақытын үнемдеу. Және де біздің клиенттеріміз уақытын үнемдей отырып, біздің жаңағы несие сарапшымыз әр клиенттің жағдайына, әр клиенттің былай айтқанда бизнес жағдайын саралап, толық түрде клиентте жаңағы былай айтқанда өзінің жолымен жетелеп отырады, айтып отырады. Сізде мына жағыңызда мысалға осынша ақша құйылу керек сізге, бизнесіңізге осындай деген сияқты өзінің ұсыныстарын айтып отырады. Жеке менеджері, жеке сарапшысы дейсіз ғой? Әрине, жеке сарапшысы, және де ол клиенттерге өте тиімді. Әр қандай болсын, былай айтқанда 7 күн 24 сағат жаңағыдай несие сарапшысына хабарласып, өзінің былай айтқанда сұранысын, ұсынысын айта алады. Керемет, ол да бір керемет мүмкіндік, артықшылық басқа компаниялармен салыстырғанда. Әрине, егер әр клиенттің өзінің жеке менеджері болса, ол мысалға кәсібіңізге ақшаны алдыңыз ба, қалай құйсаң олай құй, біздің проблемамыз емес деген ондай мысалы. Жоқ, ондай біздің компанияда жоқ. Әрине, біз әр клиентімізге ең басты құндылықтарымыз біздің клиенттеріміз компаниямызға, және біздің былай айтқанда компанияның әріптес жаңағы мүшелері. Енді былай айтқанда қызметкерлері. Сол жағына біз қатты мән береміз, және де біздің клиенттеріміз не себепті бізбен міне осы 26 жылдай уақыт бізбен міне жұмыс істесіп келе жатыр. 97 жылдан бастап қаншама біздің клиенттеріміз бар. Бізбен бірге келіп, жаңағы бизнестарын дамытып, өте үлкен жетістіктерге жетіп жатқан клиенттеріміз бар. Әлі де клиент болып келе жатыр. Әлі де клиент болып келе жатыр. Ол да бізге өте қуантарлық жағдай. Ол да бізге деген клиентіміздің былай айтқанда сенімін көрсетеді. Осыншама уақыт клиентпен жұмыс істегенбіз. Керемет, енді бұл кәсіпкерлердің жаңағындай кәсібін сауатты жүргізіп, одан жақсы табыс тауып, сіздермен мысалы осы КМФ компаниясымен бірге даму үшін жалпы мына қаржы сауаттылығының да орны ерекше. Осы қаржы сауаттылығын арттыру бойынша компания қандай жұмыстар жүргізіп жатыр? Біздің компаниямыз, әрине айтып кететін болсақ, әлеуметтік жауапкершілігі бар компания. Біз тек қана қаржы саласында емес, әлеуметтік жағынан да көптеген іс-шаралар атқарамыз. Және де оның бір шарасы, жаңа өзіңіз айтып өткендей, қаржылық сауаттылықты арттыру. Қазір қоғамда көп кездесетін проблемалардың бірі деп ойлаймын. Ол жаңа қаржылық сауаттылық. Егер біздің клиенттеріміздің қаржылық сауаттылығы жоғарғы деңгейде болса, әрине ол бізге де жақсы. Соны қаржылық сауаттылықты арттыру үшін біздің несие сарапшыларымыз және өзіміздің баспаларымыз бар. 11 сабақ қаржылық сауаттылықты арттыру туралы 11 сабағымыз бар. Сол 11 сабақты жаңа біздің несие сарапшыларымыз өздерінің клиенттеріне баспаны тарата қоймай, сонымен қатар жаңағы толықтай бұл айтқанда сол кісілердің қаржылық сауаттылығын арттыру үшін жұмыстар атқарылады. Тегін бе? Тегін. Ол жерде тек біздің сол жаңаға келіп отырған клиенттер ғана ма, жоқ әлде кез келген кәсіпкер оған сол сабақтарыңызға қатыса ала ма? Кез келген кәсіпкерлер қатыса алады. Керемет. Біз былай айтқанда әлеуметтік жағын қарайсақ, біздің клиенттеріміздің ғана емес, жалпы Қазақстан халқының экономикасына, Қазақстан халқының былай айтқанда әлеуметтік жағдайына, Қазақстан халқының қаржылық сауаттылығын арттыруға өте жақсы үлес қосып отырмыз деп ойлаймын. Және де бізді КМФ демеуімен бірге қосылып, жаңағы бизнес завтрак дейді, жаңағы таңғы ас клиенттермен қосылып, бизнес таңғы асын өткіземіз. Ол жерде де клиенттер өздеріне керекті мағлұматтарды ала алады. Және де өзінің қаржылық сауаттылығын, қаржыларын қалай басқару туралы тақырыпқа байланысты сабақтар өткіземіз.
нағыз мамандармен кездестіріп, яғни иә. сұрақтарын қойып, толыққанды жауаптарын. жауап аламыз. Қазір мысалға барлық жүйе білесіздер мобильдік қосымшаға, жалпы осы цифрландыруға өтіп жатыр ғой. Осы бәлкім мобильдік қосымшаларыңызда осы ретте бір артықшылықтар бар шығар. Әрине, қазір заман талабына сай біздің компанияда тоқтап қалған жоқ. Заман талабына сай бізде өзіміздің мобильдік қосымшамыз бар. Ол қосымшаның ішінде көптеген ерекшеліктеріміз бар. Жаңа қаржылық сауаттылықты арттыру туралы, және де көптеген біздің қазіргі таңда болып жатқан компаниямыздың ішінде болып жатқан өзгерістер туралы. Бұл айтқан жаңалықтардың барлығы сол біздің мобильдік қосымшада көрсетіледі. Біздің клиенттеріміз кіріп, сол мобильдік қосымша арқылы барлық біздің өмірімізді былай айтқанда көре алады. КМФ-тің өмірін, ішкі өмірін. Не болып жатыр, қандай өзгерістер болып жатыр деген сияқты. Жалпы оның ішінде айтып кететін болса, қазір мобильдік қосымшада Финплан деген қосымша жүктелген ішінде. Оның артықшылығы, мен өзім қолданамын оны. Жаңағы телефоныма жазып қойғам. Оның артықшылығы бір айлық, мысалға орта есеппен бір айлық жаңағы семья болса, соған түскен қаржының реттеу. Былай айтқанда шығындарыңызды, кірістеріңізді реттеп, айлық мысалға жаңағы қандай жаққа қанша сумма құртатыныңызды есептеп толық қарап отыруға болады. Ол арқылы біздің клиенттеріміз сол арқылы өзінің қаржылық жаңағындай ешқандай бір проблемаға түсіп қалмау үшін қаржысын реттеу арқылы жақсы өздеріне бір жаңағындай былай айтқанда мағлұмат ала алады сол, именно сол Финпланның ішінен. Ол өте тиімді, өте керекті деп ойлаймын қазіргі таңда. Әрине керемет. Бұрын мысалы көруші едік қой, жаңағы осындай кішкентай шағын кәсібі бар ағаларымыз, жеңгелеріміздің қойын дәптері болады. Сол қойын дәптеріне ручкалармен алып, жазып, ана ақша мында кетті, сызып, қарыздар тіркеп отырады мысалы. Сол сияқты енді сол қойын дәптер, яғни үнемі қолымызда дейсіз. Қолымызда қол жетімді, әр адам өзінің жаңағы шығынын, кірісін санап отырып, өзінің мысалға бір семьялық бюджеті болады ғой әр адам. Сол семьялық бюджетін басқара алады. Сол мобильдік қосымша арқылы. Жаңа бір сөзіңізде КМФ демеу деп қалдыңыз. Әлия ханым, сіздер КМФ демеу бұл ретте қандай жұмыстар жүргізіп жатсыздар? Иә, жаңа әріптестерімізбен бірге жұмыс жасаймыз. Жаңа іскерлік таңғы ас әртүрлі, тек қана үлкен қалаларға емес, ауыл жақтарға да барамыз. Біздің клиенттеріміз өйткені ауыл жақтарда қай жерде бар, қай жерде сұраныс болады, сол жаққа барамыз. Таңғы астар енді әртүрлі бизнес темалы жобаларға жүргіземіз, сұраныс болған. Арнайы сұрақтар болса, арнайы сұрақ тренинг жазып соған барамыз. Тағы да агрофорумдар өткіземіз. Биыл міне бізде 3 агрофорум өтті. Тараз қаласында, Шиелі қаласында және Сарыағашта 400 астам біздің клиенттеріміз, кәсіпкерлер қатысты. Тағы да әртүрлі конференциялар, іскер ханымы деген үлкен премиямыз болайын деп жатыр біздің ханымдарға арналған, бізбен жұмыс істейтін ханымдарға. Тағы да КМФ Про бизнес деген осы бір жоба өтті, 2-ші жыл қатарынан өтіп жатыр. Онда біздің кәсіпкерлер, бизнесі бар кәсіпкерлер қатысады. 50 кәсіпкер ментор ретінде қатысады. Уже деңгейі бар кәсіпкерлермен үлгі алады, олар үйретеді, жұмыс орындарына барады, қандай жұмыстың ішінде бәрін көріп, сұрап, қолдарымен ұстап көруге болады, соның бәрін үйретеміз. Жоба 8 жұманың ішінде өтті. 8 жұмадан өткеннен кейін өз проекттерін бізге ұсынды. 50 жаңа кәсіпкер қатысты. Он аяқ жағында бірнеше біз бизнес проекттерін көрдік, пландарын көрдік, және де енді әртүрлі деңгейлерге жеткендерін өздері айтып, қанша пайдасы бар екенін, соның бәрін еститін болдық. Ол жоба өте маңызды және қажет деп ойлаймыз. Тағы да жаңа сіз айтып кеттіңіз, кітапшаларымыз бар деп, әртүрлі деңгейде брошюралар, кітаптар жазамыз. Оның артықшылығы неде? Бір кітапша 2 тілде шығарылады, бір жағында орыс тілінде, екінші жағында қазақ тілінде, қай тілде ыңғайлы болса да сол тілде оқуға болады. Өте жеңіл тілмен жазылған. Оның бәрі кітап ретінде көбіміз қазір оқымаймыз ғой, көбіне енді электрондық тілде телефоннан оқуға үйрендік. Ондай варианты да бар. Біздің порталда, Демеу фонд деген порталда, оның бүкіл кітапшалар бар. Біздің YouTube каналға ссылкалар бар, ол жақта да біз бірнеше подкасттар және де қажетті видеолар жазамыз.
Сондықтан қандай сұраныс болса енді жағдайға қарай жағдайға қарай, сұранысқа қарай қандай ұсыныстар болса да, иә, оған бәрінде жасауға тырысамыз. Керемет, көп рахмет сіздерді мына кәсіпкерлерге көрсетіп отырған мүмкіндіктеріңізді айтып жатсыздар. Олай болса, мына бүгінгі біздің тақырыбымызды топшылайтын болсақ, жалпы бізді көріп отырған көрермен, тыңдарман, егер болашақ кәсіпкер болсаңыз немесе қазір шағын ісіңізді жүргізіп отырған болсаңыз, бүгінгі біздің осындай талқылауымыз пайдалы болды деген үміттеміз. Яғни жеке кәсіпкерлікті ашу, жалпы жеке кәсіпкер ретінде тіркелу қазіргі заманда өте оңай. Бір күннің ішінде сіз ресми түрде кәсіпкер атана аласыз. Ол біріншіден. Екіншіден, сіз өзіңіздің және жұмыс беріп отырған қол астыңыздағы қызметкерлердің зейнетақы жарналарын төлеп, солайша бизнесіңіздің де ресми жұмыс өтілін жүргізе аласыз. Сондай-ақ сіз салықты аз төлейсіз. Сонымен қатар жаңа тыңдап отырғаныңыздай жеке кәсіпкерлерге, оның ішінде тіркелген ресми жүргізілетін кәсіпкерліктерге берілетін мүмкіндіктер өте зор. Оның ішінде қаржыландыру саласында, жалпы қаржы ұйымдарында осындай ресми жүргізілетін бизнестерге жеңілдіктер де, мүмкіншіліктер де, артықшылықтар да молынан. Сондықтан жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге шақырамыз. Сіздерге көп рахмет. Келесі кездесуде аман есен жүздескенше. Рахмет.